Хайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен осындай түрік пахлавасын дайындайтын боламын. Түрік кафесіне барып жеп жүрген пахлаваны өздеріңіз үйде істеп жеп көріңіздер. Бізге ең алдымен сүт керек. Сүттіке сұйық майымызды және жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жұмсақтығы орташа жұмсақтықта қылып қамыр жасап аламыз. Оны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Ол тынғанша жаңғағымызды дайындап аламыз. Корица ұнтағын және қант ұнтағын салып, езілген жаңғағымызбен араластырамыз. Біркелкі болғанша. Бұл крахмал. Енді жаңағы тындырып қойған қамырымызды алып, оны 3 немесе 4 бөлікке бөліп, қамыр жаямыз. Барынша өте жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Тек қана крахмалның көмегімен жаямыз. Онды қолданбаймыз жайған кезде. Мұнда кукурузный крахмал немесе бидай крахмалын қолданамыз. Мен 3 қамырымды да бірге жаямын уақыт өту үшін. Крахмал болғандықтан бұлардың арасы жабысып қалмайды. Сондықтан үшеуін бірге жаюларыңызға болады. Немесе бір-бірлеп те жаюға болады. Жайып болдым, барынша жұқалықта жайдым. Енді пахлаваны пісіретін ыдысымыздың формасымен кесіп алдым. Шет-шетін осылай кесіп аламыз. Енді осы ыдысыма салып, жинайтын боламын пахлаваны. Сіздер егер жабысатын болса, ыдыстарыңызға түбі майлап алыңыздар. Менікі жабыспайды. Міне осылай әр қамырды салған сайын сары майымызды ертіп, осылай арасына жағып отырамыз. Тағы да қамырымды салып шығамын. Осылай 3 немесе 4 слой болып жинап, арасына 3-ші немесе 4-ші слойында жаңғағымызды себеміз. Мен мұнда 4 слойдан кейін себемін жаңғақты. Уже 3-ші слой қамырымыз. Мұнда да сары май жағамыз. Төртінші слойым. Сары майымызды жағып, үстінен жаңғақты себемін. Тағы да үстінен 4 слой жинап, тағы да жаңғақ сеуіп шығамын. Ең соңғы жаңғақ, бұл үшінші рет салып атқан жаңғағым. Соңғы қамырын осылай бетіне салып, шет-шетін тегістеп, осы шикі күйінде кесіп шығамын. 4 бұрыш немесе 3 бұрыш қылып кесу өз еркілеріңізде. Менде мұнда 3 бұрыш кесу өте ыңғайлы болып тұр. Домалақ ыдыс болғандықтан, сол үшін мен 3 бұрышты қылып кесіп шығамын. Бұны кесіп болғасын 180 градуста 30-35 минутқа қызып тұрған пешкімізге салып пісіріп аламыз.
кесіп болдым. Енді бұл піскенше мен сиропты дайындаймын. 200 грамм суға 200 грамм қант, бір шай қасық балымызды және жарты лимонның суын сығып сиропын дайындаймыз. Біркелкі қылып араластырып аламыз. Орташа отқа қойып бір 10 минуттай қайнатамыз. Көп қайнатып жүрмеңіздер, өте қою болып кетпеу керек. Мына сироп дайын болды. Пахлава да пісті. Енді осы қайнап тұрған сиропты пахлавамыздың үстіне құйып шығамыз. Енді бетін жаңғақпен әрлейтін боламын. Дайын болған пахлавамызды 5-6 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Сосын алып жеуге болады. Міне пахлавам дайын болды. 5 сағат өтті. Сіздер де істеп көріңіздер. Өте дәмді пахлава болады. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер.